Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ортасына қоюлатылған сгущенка қосылған орешки дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырамыз. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарамыз. Үстіне қант салып араластырамыз. Ерітілген сары майымызды құйып араластырамыз. Електен өткізілген ұнның үстіне қамыр қопсытқыш пен крахмалды қосып араластырып аламыз. Осы ұнымыздың үстіне жаңағы дайындап қойған смесімізді қосып араластырып қамыр илейміз. Иленген қамырымызды полиэтилен пакетке салып холодильникке жарты сағатқа қоя тұрамыз. Жарты сағаттан кейін алып таразыға 5 граммнан өлшеп бөліп аламыз. Енді орешницамызға осылай орешкаларымызды пісіріп аламыз, қызартып. Міне орешкаларымызды осылай пісіріп алдық. Енді ортасына вареный сгущенкамызды жағамыз. Қасықпен екі жақ бөлігіне де алып жағып жапсырасыздар. Осылай біздің әп-әдемі орешкаларымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, әсіресе қонақ шақырғанда шай дастарханына жасасаңыздар болады. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен қоштаспаймын, алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Міндетті түрде жасаңыздар. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.